Ассалаумағалейкум ағайын. Бізге қазір көбіне мынандай адамдар да хабарласады. Менің сыртынан онлайн кредит алыпты, менің сыртынан осылай етіпті, менің сыртынан покупка жасапты деген секілді. Бұл қандай жағдайларда болады? Сіздерге әлдекімдер хабарласады. Банктың менеджерімін, я анаумын, я мынаумын дейді. Сайтқа, бір жерлерге зат сатуға қоясыз, сол кезде карточкаларыңыздың нөмірін сұрайды, ЖСН-деріңізді сұрайды. Сондай ақпараттарды сұрап, сосын соған ақша түсіреді. Содан кейін сіздерге ақша түседі, оны маған аударып жіберіңіз, уақыт байқамай жіберіппін деп, ондайлардың бәріне алданып қалмаңыздар. Егер де карточкаңызда осылай ақша түскен болса, онда дереу онлайн компаниямен хабарласып, қайтадан қайтарып, тиісті әрекеттер жүргізу керек онлайн займдар бойынша. Ал жаңағы банктың менеджерінің карточкаңызды айтыңыз, мен тексеріп жатырмын дейтін болса, сау бол ағайын, кездескенше деп жіберіңіз. Ол түрмедегі адамда болуы мүмкін, сізді танымайтын біреулерде болуы мүмкін. Сотталған адамдар көбіне ондаймен айналысып жатыр. Сондықтан өздеріңіздің қаржылық жағыңыздан қауіпсіздікті қамтамасыз етіңіздер. Кім көрінгенге ақпарат бермеңіздер. Біреу ақша аударып жіберген екен, байқамай аударған екен деп қайтадан жіберіп жүрмеңіздер. Ақшаның қайдан қалай түскенін анықтап, көзді жеткізіп, содан кейін барып аударыңыздар. Өйткені бізге жаңағындай бір жерден сауда жасап зат сатқан, одан ақшаны аударып жіберген, 6000 затына 80 000, 90 000 артық аударып жіберіп, қалған аударып жібер деген сияқты. Сөйтіп ақшаны алып алған. Мұндай жағдайларда сақ болыңыздар. Одан кейін сіздер ішкі істер бөліміне жүгініп, ізденулеріңізге болады. Жаңа төлем түбіртектеріңіз бәрін сақтаңыздар. Тағы да жыртып тастап, қазақ майлыққа салмаңыздар. Өздеріңіздің қаржы жағынан қауіпсіздіктеріңізді қамтамасыз етіңіздер. Сеніп қалмаңыздар, аңқау болмаңыздар, аңғал болмаңыздар. Осы видеомен бөлісейік, барынша көп қылып таратайық. Лайк қояйық. Сонымен бірге лайк қоюды неге сұраймыз? Бір мақтасын деп отырған жоқпыз. Өйткені Instagram өзінің алгоритмі сондай, лайк қойылған сайын, бөліскен сайын ол көп адамға тарала береді. Ал көп адамға таралу ол осы саладағы адамдардың құқықтық сауаттылығын арттыруға алып барады. Сонымен ағайын, кездескенше күн жақсы.